Құрметті Жаңаөзен қаласының тұрғындары және қонақтары, менің аты-жөнім Абишаев Расул Жұмабекұлы, Жаңаөзен қалалық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімінің басшысымын. Өзіңізге мәлім, соңғы күндері Жаңаөзен қаласындағы газ құю бекеттерінде кезек пайда болды. Осы кезектің себебін түсіндіріп беруге рұқсат етіңіздер. Біріншіден, 2025 жыл қыркүйек айында қазгпз-ден біз 4283 тонна газ алған болсақ, қазан айына 3657 тонна газ алу жоспарлануда. Себебі Қазақ газ өңдеу зауытында ағымдағы жөндеу жұмыстарына байланысты. Яғни 626 тоннаға біз өткен айдан қарағанда аз алып отырдық. Өткен айда біз Атырау мұнай газ өңдеу зауытынан 306 тонна алған болсақ, осы айда Атырау мұнай газ зауыты ремонтқа тұрып, есесіне біз қазіргі таңда облыстың қолдауымен СНПС Ақтөбе мұнай газ өңдеу зауытынан 612 тонна алатын шешім қабылданды. Енді сізге осы жерде бір түсіндіріп кететін жайт, Атырау қаласынан Жаңаөзен қаласының жеке кәсіпкерлері автокөлік арқылы газ тасымалдайтын болса, Ақтөбе қаласынан оны тек қана теміржол вагондары арқылы тасымалдауға мүмкіндік бар. Осы орайда мына Ақтөбе мұнай өңдеу зауытының газы ұзақтау келуіне байланысты қазіргі таңда Жаңаөзен қаласының газ құю бекеттерінде кезек пайда болды. Осы сәтті пайдалана отырып, Жаңаөзен қаласының тұрғындарына және қонақтарына шыдамдық танытуды сұраймын, түсіністікпен қарауыңызды сұраймын. Қала әкімдігі өз тарапынан қазіргі таңда газ құю бекеттерінде бақылауды күшейтті. Бұл мәселе қазан айының соңына дейін Ақтөбе мұнай өңдеу зауытынан газ келгенше осындай мәселе болады.